Армысыздар, әлеуметтік желі қолданушылар. Мына бүгінгі шәуілдір кеші деп осыдан 5 ай бұрын атын қойып, Біржан Асқаров ағамыздан сұхбат алған болатынбыз. Сол сұхбаттың Біржан Асқаров ағамыздың өнердегі әншілері ізін басып келе жатқан сол кісілермен сұхбат бастаймыз. Бастамай тұрып енді таныстыру. Оң жағымызда отқан әнші, Отырар ауданындағы әнші бауырымыз Бекбол Орынбайұлы. Шәуілдірде өзін блогермін дейді, қазір айта жатар, Қанат Есжанов. Енді сол жағыма қарасам, өлеңді, поэзияны жақсы көретін, өлең естісе, мағыналы өлең естісе, оқысы келіп тұратын Мұрат Әсілханұлы. Сондай ғой фамилияң? Дұрыс айттым. Әділханұлы. Әділханұлы. Кешіресіздер. Енді сұхбаттың форматы еркін, бұл жерде ешқандай жасандылық жоқ. Сұхбатымыз сіздерге ұнайды деп ойлаймыз. Бастамас тұрын енді жалпы жігіттер көңілге қандай? Көңіл тамаша. Керемет. Рахмет шақырғаныңызға. Рахмет шақырғаныңызға. Енді бастаймыз ғой? Бастаймыз. Онда біз бастаймыз. Бірінші сұрақ жалпыңызға, бәріңізге енді ортақ қой. Бекбол бауырым сенен бастайық. Өнерге келу, біреу қызығушылықпен келеді, біреу жаңағы бір осыдан ақша тапсам деп келеді. Жалпы енді адам әр түрлі өнерге келеді ғой. Өнерге қалай келдің өзің? Сол. Мен өнерге жалпы жастайымнан қызығушылық танытамын, өзім бала кезден бері. Енді осы үлкейе келе осы өнерге қадам басып, ел көріп, жер көріп, бірінші той бизнес саласынан бастаған жайымыз бар. Кейін келе жаңағы жоғарғы оқу орнына түсіп, музыкалық білім мамандығы бойынша білім алып, жеке шығармашылығымды қазір таңда дамытудамын. Дұрыс, естудеміз. Әйтеуір бала кезден өнерге ғашықпын. Дұрыс, әдемі. Енді сенің өнерге келгеніңді, енді Қанатқа ол жайлы қойын десем, басқаша сұрақ қойын. Блогер болып қалай енді өзің? Қайықтан өзің ойладың, мен блогер боламын деген нәрсе. Енді блогер деген қазір жақсы өзі танылып жатқан жоқ па? Иә. Сотка алады, блогер боламын дейді. Сенің қандай өзі блогер болғанда? Мен енді блогер емеспін ғой. Просто енді ауылда көп адамдар таныстар жәндегідей. Содан кейін әлеуметтік желіге бір-бірінше шығарып берші дейді, салып берші дейді. Жарнама ғой. Жарнама ғой, сөйтіп салғаннан кейін бәрі сөйтіп кетті ғой, блогерсің ба деп айтып кетті да. Сонымен блогер болып кетті. Сондай блогер болып кеттік қой. Енді адамымыз көбейіп кетті да. Әсте блогер боласың енді. Бірақ андай блогер болып кетпе. Қазір енді заман талабы сол болып тұр ғой. Иә, соған төлегім болып тұр ғой қазір. Мұрат, жаңа сұхбат басталмай тұрып, бір өлеңдерді оқиға отырың, қазір осы өлеңдерді оқимын деп. Поэзия жазған ақынның өлеңін өзің бойыңа сіңіріп, өзің жазғандай оқитын болады ғой енді поэзия деген. Сол поэзияға құштарлығың өлең оқып келдің бе, жоқ әлде өзің өлең жазып барып келдің бе? Былай айтқанда енді мен жалпақ тілмен айтқанда бала кезде біреудің өнеріне қызығуға барлық келген маған. Өйткені бізде мектеп табалдырығында жүрген кезде Мейрамбек деген ағайымыз болатын. Енді ана кісі бір өлең оқыған кезде как будто анау өзің көріп отқаның емес, ана кісінің өлең оқытқан кездегі сөздің мән мағынасына көз алдыңа елестеп жеткізетін тұғын ана кісі өлеңді. Жүрекке жеткізетін тұғын. Сол кісіге қызығу арқылы сол поэзияны жаттап, оқып, солай үйренген жағдайым бар. Енді поэзияда қандай ақындардың өлеңдерін жалпы? Мысалға енді ақындар жалпы көп қой бізде. Енді оның бірімен бірегейі бірінші қандай поэзия оқитын адам болмасын, қандай әнші болмасын, бірінші өшірет жаңағы Мұқағали Мақатаев атамыздың. Ол міндетті. Сол кісінің өлеңдері. Одан кейін мынау, одан қала берсе Қалқаман Сарин ағамыз бар. Дұрыс. Одан мен қала берсе енді мына сұхбаттың үстінде айтып өтті демесін. Бірақ енді өзімізде дәл қасымызда отқан, оң қапталында отқан, бүгін өзімізден сұхбат алып отқан Әскербек Оразбай деген жігіттің өлеңдерін тыңдаймыз. Бірге әйтеуір оқып. Дұрыс әдемі. Солай енді көп былай айта берсек, атын атап түсін істей беретін болса көп қой енді жалпы. Дұрыс әдемі. Мынау қарап тұрсаңдар, мынау Отырар ауданында өнерпаз көп та. Өнерпаз көп, әнші де көп, сазгер де көп. Бірақ енді әлеуметтік желі ғой қазір ең бірінші қаруда. Соған саласың, сол қолдайды. Содан жақсы танылсаң танылып кетесің. Бірақ осы уақытқа дейін мен қате айтсам білмейтін шығармын, мен айтыңыздар. Қанша жылдан бері шықпаған кім бар өз шөлдеріне танымал қазір? Жастардан, үлкен кісілер емес, жастардан. Қазір кім біледі? Айтыңыздаршы. Бізде енді Темір ауылынан шыққан, осы Отырар ауданынан шыққан Нұрболхан Шарапов бар. Иә. Жайдарман. Жайдарман.
Тағы? Одан кейін жаңағы кім бар? Нұрсұлтан Құрманов. Нұрсұлтан Құрманов. Журналист, ол кісі. Ой, Хабар телеарнасының журналисті. Дұрыс. Енді одан уже ары қарай жоғарылап кете береді. Одан төменге қарай аздау қазір бізде. Аздау, иә. Енді соның орнын толықтыру керек. Бізде енді Отырар ауданы өнердің ордасы дейміз. Шәмші Қалдай ағамыз келген жалпы мағынасы бар нәрсені ол жақсы көреміз ғой біз сөздің шынына келгенде. Енді сұрақтың несін бағытын шамалы өзгертейін. Әркімнің тек өнер бөлек, бірақ мамандық та қосымша алып жүреді ғой. Қандай салада жұмыс жасайсыздар? Өнерден бөлек. Мен енді маған келсек, мен өзім жалпы негізі өнер саласын бітіргенмін. Қазіргі таңда енді әлеуметтік салада жұмыс жасап жатырмын. Енді қазір біздің ауданда белсенді ұзақ өмір деген мекеме ашылған. Сол мекемеде мәдени іс-шара ұйымдастырушымын. Қазіргі енді қарияларымыздың іс-шараларын жалпы жүргізудемін. Концерттерге апарамыз, концерттер ұйымдастырып тұрамыз, спорттық іс-шараларымыз бар дегендей. Дұрыс, әдемі. Иә. Қанат сен? Осы оқырмын ма? Жоқ, жалпы қандай жұмыс жасайсың? Мемлекеттік па, или бір өзің ашып алған кәсібің бар ма деген сияқты? Мен мемлекетте жұмыс істемеймін. Бір істегенмін. Таза блогерім десе ғой ғой. Таза телефонмен оларда жұмыс сол. Дұрыс, енді өзің еңбекақың ғой. Сіз Енді қазіргі таңда енді жалпы партияда жұмыс істеп жатырмын. дұрыс, әдемі. Аманат партиясында, осы аудандық филиалда. Дұрыс, әдемі. Енді жаңа таныстырдық қой. Әнші, поэзия, блогер деп. Әншіден ән сұрау керек, поэзия оқитыннан өлең сұрау керек. Бірінші қайсысын сұраймыз? Бірінші әрдайым ән көңілдің ажары дейді ғой. Болды, онда Бекболдан ән сұрайық. Иә, Бекболдан ән сұрайық. Бір ән айтып берсеңіз, Болды, жарайды. тыңдап көрейік. Жалпы енді Азеке, Мәке, Қанеке енді қазақта айтады ғой енді өнерге әркімнің ақ бар таласы дейді. Енді ескі әндер, есті әндер деп жатамыз. Енді баяғы әндерден шығатын дейді, хабар Көңілді ағарманым не болып жүр саған жаным, қанша рет ойлансам да құпияңды таба алмадым, қанша рет ойлансам да құпияңды таба алмадым. Қатар жүзген теңіздегі көңілім алаушы сені іздедім, біле алмай отырмын ау бәрібір жүрегім жүрегімнен неге іздедім. Ай, керек. Әдемі. Енді Бекбол бауырымыздың ән тағы да алда айтады. Әндері көп. Өзінің әндері бар, ол жайлы сұрақ болады, оны айтады. Енді сіздің негізі оқып тыңдасақ жаңағы поэзия дейді ғой. Ал енді мынау енді поэзияның өзі жалпы махаббаттан басталады ғой негізі. Бірінші. Сол айтқанда енді бір керемет бір не бар, поэзия бар. Ол жерде мағынасы бір жігіт қыздың суретіне қарап тамсанады ғой. Сол айтқан сол бір нені айтып берейін енді. Тыңдаймыз. Суреттегі әдемі келбетіңе қарай сыймаймын жер бетіне, үйленбей-ақ өтерем әттең, бірақ төрт қабырға, бір төсек бөлме түрме. Мұңғы болдым, бір сағынан алмай, жынды қылдың, сен мені жынды қылдың. Күледі алмай, бөлмеден жылайды алмай, кеттім шығып құдай-ай шыдай алмай. Кезіп келем, көшені кезіп келем, ауыр ойынмен еңсемді езіп келем. Өмір мылғау, мендегі көңіл соқыр, үміт нұрлы, сабыр жоқ, сезік керек. Таусылса егер, мендегі төзім әрең,
талшық етем сендегі сезім әрең, көңіліңнің күйігі көзден ағар. Үндеме, үндемеші, айтатын сөзің әлем. Дейді. Әдем. Керемет. Енді Осындан болды бұл енді. Мұраттың өлеңін несін оқып, біздер қазір шабытымыз ашылып, соңында өлең жазамыз ғой, құдай қаласа. Тағы да бір оқып бересің ғой, осындай бір махаббат туралы, Құдай қаласа. ауыстырамыз ба форматында ол кезде басқа Көрерміз. Енді мынау өмір, жалпы адам мынау өмірге келгеннен кейін әркімнің өзі біреу келіп мүмкіндік берсе да бізге да, мысалы үшін сен өмірің жайлы өзің режиссерсің, өзің жайлы қандай кино түсіргің келеді және тақырыбын қандай қоясың десе, өзің режиссерсің, өзің өміріңе да қандай кино түсіретін едің? Менің өміріме мысалға қалай келтірсек болады енді ол. Жалпы ол жерде жанр көбейіп кетеді ғой. Иә, Драма жанрынан басталады. Комедиясы бар, басқасы бар. Енді атауын қандай қылатынды оны толық ойламаппын шынына керек. Осы уақытқа дейін жаңа сіз айтқандай шынына керек қалай айтсақ болады. Мысалға енді айтады өмірдің өзі кино дейді. Иә. Әрбір аттаған, әрбір өткен қиыншылығын мынау қазіргі таңда телевизорлерден, кинолардан көріп жатыр ғой. Тура сол дүние, бірақ бізде шамалы өзгешелеу. Иә. Енді атауын қалай қоятынды оны шына керек білмейді екенмін. Онда соңғы жағынан сұраймыз. Ойлана бер. Бекбол, сен өзің қандай? Негізі мен енді ойлаймын, енді өмірім кино болатын болса, кино қылып түсіретін болсам, махаббат туралы түсіретін шығармын. Әдемі. Енді жалпы енді қазақта айтады ғой, жалпы енді адам баласында әр адамның өзінің өмірі кино ғой негізі. Жалпы бір адамның өзінің өмірін алып қарасаңыз, оның жүріп өткен жолы бар, қаншама қиындығы бар, оның бәрін саралай келе негізі кино түсіруге болады. Дұрыс айтасың. Қанат, енді өзіңше қандай кино түсіретін едің? Саған келіп бір Қанат, сен режиссерсің, сенің өзің өмірің жайлы түсірші кино. Тақырыбын қандай қоясың деп өзіңе берді, бәрі мүмкіндікті берді. Сен қандай кино түсіресің өзің өмірің жайлы? Менің атым Қожа деген кино бар ғой. Иә. Соны түсіргім келді. Тура сол өзің өміріңе алып ба? Онда 21 қазіргі несіндегі менің атым Қожа боласың ғой? Иә. Ол да болады. Менің атым Қожа 3 боламаса да қалай болады? Жоқ, мүмкін енді өзі айтып отыр ғой енді. Өз өмірінен біліп отыр. Ол да жақсы. Екі деген шыққан жоқ қой. Иә, екі деген де болады да, иә. Иә. Енді әр адамның өмірі болғаннан кейін Қанат енді өз өмірі айтып отырсың ғой. Ол да жақсы кино емес пе менің атым? Әлі күнге көріп отырамыз ғой. Енді былай қылайықшы. Бұлардың Жаңа қарап отырсам өткенде блогерлік жайлы оқыдым да мен интернеттен. Біреулер содан көмектеседі екен, жағдай жоқ кісілерге, біреулерге жаңағыдай үй әпереді екен. Енді біздің қолымыздан келмейді ғой. Сіз жаңа поэзия арамызда блогер отырды. Қанат, сенің блогермен қандай адамға көмектескенің бар? Енді өзің айтып көрші, мысалы үшін. Мен андай адамға көмектестім. Енді бұл жерде мақтану емес та. Өйткені жария дейтін нәрсе бар емес пе? Бар, иә? Сол сияқты білейік, мысалы үшін. Мүмкін біздің де пайдамыз тиіп қалатын шығар. бізде енді ауылда бірақ көп адамдар енді көрген ғой меніңше. Бір видеолар көрді ғой. Біз негізі өзіміздің бір досымызға көмектесейік дегенбіз, өзімізбен араласатын бала береді да. Енді мемлекетте жұмыс істемейтін бала ғой енді. Бала шағасы бар, 4 бала шағасы бар. Келіншегі де босанғанда осындай күнсің күн балаларға жігіттер ақша жинап отырды. Бір класстас айтып, 10 қап көмір мен әперемін деді бір досымыз. Қалғанымыз енді бәрін бергенше жинадық, 40-50 мың теңге өмірден бөлек. Келіншегі босанды, 4 күннен кейін артынан барып, соны апарып бердім. Видеоға түсіремін да өзіміздің шатқа жіберемін ғой группаға. Сөйтіп балдар айтады, осыны арға жалғастырып келе берейік те дейді. Сондай отбасылар болса деп сөйтіп жаңағы видеоны енді біз андай тараттық қой. Соны Көксарай дейтін бір кісі шықты біздің ауылда, осындай бір бар еді отбасы көрсетейін сені деп. Барсақ ол да жаңағы сырттан ішке шығыс келмеген үй екен да, сондай. Өгедек екен, өзі кісі коллекцияда отырады екен. Сөйтіп ақша уже әлеуметтік салынған екен, ақша бірден түсті бізге. 30-40 мың теңге түсті. Спонсор болып жатқандар да бар, арасында беріп жатқандар бар. Сөйтіп ол отбасыға көмектестік. Сонымен ол видео шыққаннан кейін ары қарап тағы да сол Көксарай жалғасып кете берді. Көксарай елді мекенінен бір кісі шықты ғой, 6 бала шағасы бар екен. Енді мынандай ренжімесік сөзім бөлген. Қанат, енді өмір болғаннан кейін біреуде қабілеті болады, ақша табудың, біреуде енді өмір материалдық несі болады.
енді көп қой ондай жағдай да. әлеуметтік жағдай артады. Бірақ енді сен істеп жатқан сауапты екен. Енді осы нәрсеңнен таңылма. Біз егер қолымыздан келіп жатса, біз де көмектесеміз ғой енді. Барымызға саламыз. Енді былай бүйтейікші, алдағы жоспарларыңыз қандай? Ойлар айтып отырсаңыздар. Енді алдағы жоспарымыз Құдай қаласа енді қазақ өнеріне бір жаңалық қосу, шығармашылықтарын қарап дамыту. Енді қазақ жаңағы баяғыда Алихан бабамыз айтып өткен ғой, тірі болсам қазаққа қызмет тынбаймын деп. Сол секілді қазаққа тынбай қызмет қылу біздің парызымыз деп ойлаймын. Ұлттық идеологиямызды насихаттап, елдің арасында жүрсек деген ниетіміз бар. Мұрат, өзің қандай жоспар алдағы? Алдағы жоспар енді бізде елге қызмет ету. Әдемі. Халыққа қызмет ету, халықтың жанашыры болу. Дұрыс, мен де қолдаймын. Өте нәрсе. Қанат, сен мен негізі енді жаңа осы қыс болып жатыр ғой, қыста жаңағы отбасыларға көмектескім келеді. Мысалға шәуілдірден болсын, көп қой ауылда енді сондайларға бір кішігірім да жаңағы болады ғой, балалармен де тағы да бір ақылдасып сөйлесіп деген. Мен саған бір не айтайын, бір ой қосайыншы. Шамал негізі блогерліктен болғанда несің форматын шамал өзгертесің ғой ендігі жолда. Жастарды еңбекке қарап істейтін қылып бір блогерлік нәрсе түсірсейсің. Біреуден сұрайтын емес, өзі еңбектеніп табатындай нәрсе істейді. Енді қазір ол да дұрыс емес па? Өйткені ол жерде енді қазір көп адам негізінде ала берсем деген келеді ғой қазір. Енді наоборот соны сізге бұл кісінің жеткізбегі бере берсем екен деген дүниемен не қылу керек қой. Көп жастар осы әлеуметтік желіні көп қарайды мысалға. Енді кішкентай балалар білесіз ғой, трендтерді көп жаттайды. Мен жаңағыда айтып өттім ғой, ұлттық идеология насихаттау деп. Енді солай ұлттық нәрсе, ұлттық нақыштағы нәрселер, ұлттық домбырамыз насихатталса, ұлттық әніміз насихатталса, нұр үстіне нұр болар еді. Енді оны жеткізетін сіз бен біз. Осылай. Мынау өткенде интернетте Инстаграм деген әлеуметтік желіде бар. Сол кезде Казамуза деген бір сайт бар, музыка салады. Жаңада шыққан әндер шығады. Сол кезде Бекболды көріп қалдым. Жаңа ән шығарыпты ғой деп. Тақырыбын оқысам, Қытай қыз деп қойған. Соның шығу тарихы қалдай, соны өзің айтып берсең. Ең Қытай қыз әні өзінің жүрегіне жарып шыққан ән. Өте сезімге толы. Ғашықтықтан шыққан ән десем болады. Оны көбісі неге Қытай қыз деп түсінбей атады. Көбінесе енді батыстың адамдары жазды, Қытай қыз деген кішкентай қыз ғой, сен қалай оған? Енді оған түсіндірдім, енді ол Қытай қыз деген себебі мен Инстаграмдағы аккаунты ол қыздың бір қызға арнап жазғам, Инстаграмдағы аккаунты Қытай қыз деп аталды оның. Енді өзі бір 21 жастағы қыз болды енді ол кезде. Тарихын енді біліп жатыр. Енді ол қызға қатты ғашық болып, енді атын атамауды жөн көрдім. Солай Қытай қыз әнімен солай танылып кетті. Енді оның әннің шығу тарихы бөлек. Осы ауылымызда кішкене жарықтар өшіп, өзі апаттар болып жатқан кезде жаңағы қолыма гитарамды алып, оңашада өзім жағып қойып, жаңағы сол жүректі тербер әнім бар, Қытай қыз саған қабыл ал деп арман құрап. Естідім сөздерді. Солай жалғасып кетті. Ол әнді ол қыздың өзі де естіді. Енді тағдыр солай шығар. Ол қыз өзінің бағын тауып тұрмысқа шығып кеткен жайы бар. Сенің әнің себеп болған шығар. Мүмкін солай болған шығар. Енді қара, ол әні сөзі кімдікі? Ол әннің әні өзімдікі, сөзінің басым көпшілігі өзімдікі. Және Ерасыл Қайратұлы деген мен бауырым бар, өзі әнші, өзі шоумен. Сол бауырымдікі қалған әндер. Енді қазіргі уақытта қандай ақындармен, сазгерлермен жұмыс жасап отырсың? Қазір енді әндерім бойынша мен Нұрсұлтан Жақсылық деген ағамыз бар. Сол кісімен жұмыс жасадым. Және Жаныбек Салтынбек деген кісі бар, ақын кісі. Және де Дәурен деген ағамыз бар, Ежан Дәурен деген. Сол ағаларымызбен жұмыс жасадық. Соңғы әнім Құдаша қыз деген әнім шықты. Осы жақын арада. Ол енді кішкене бидің ырғағына жақын. Енді келешекте Әскербек аға өзіңізбен Алла бұйыртса, Құдай қаласа әндеріңізді алып жарыққа шығарып көрсек деген ниет болып жатыр. Ең бастысы хит деген сөзмен ұната бермеймін өзімді. Хит деген сөз енді батыстан келді ғой, шетелден келген шығар. Шетелден келген ғой жалпы. Ал енді бұрынғы Шәмші атамыздардың әнді нелерін кейде тыңдап бір күлкіңізді айтады. Ғұмырлы ән дейді екен. Жастар тыңдап келетін. Ғұмырлы әнің көп болсын. Рахмет. Енді
Мұрат, саған қарап бір сұрақ қойсам. Біз бастаймыз деген бір не бар? Өнер ортасы бар да? Бір 7-8 бала бар. Қанат бар ішінде, Сағындық бар тағы да. Сонда біз алдағы уақытта, Құдай қаласа енді қай уақытта екенін білмейміз, бірақ жоспарда бар. Бір қысқа метражды кино түсірсек деген да. Егер соған сені шақырсақ, бұл комедия жанрында да, сен өзіңе қандай рөл бер деп айтатын едің? Мен комедияның ішінде маған мынандай рөл бер деген. Енді комедияның ішінде шамалы жылдың байлау рөлдері болады ғой өзі. Любой жерде әңгімесін тауып кетіп, лыппай дейді ғой, сондай рөлдер жетеді маған. Анау енді главный рөл, екінші рөл, үшінші рөл демей қояйын. Жаңағы арасында көпшілікке көп көріне бермейтіндей, бірақ әйтеуір аз да болса да көпте үлес қосатындай. Аз көрінсе де көп үлес қосса жетпейді. Өйткені бұлай сұраған несі, өткенде мен неде жаздым, Инстаграмда жаздым. Кино түсіреміз, осында бір кастинг туралы жаздым. Көп сен айтып жатыр да, ауылда Мұрат бар ғой, шақырмайсың. Кинода да несі, дауысы бар, түрі бар деп жатыр да. Енді мен ертең көрсетемін осы жерде қиып, міне Мұраттың өзінен уәдесін алдым, Құдай қаласа киносына түсіреміз деп. Енді Құдай қаласа. Бұлай жасайық, тағы да бір әнін, тағы бір поэзия тыңдайық. Ендеше әннен бастайық? Бірден әннен бастайық онда. Онда жарайды, ән шырқап берейін. Енді жаңа Шамши атамыз айтып жатырық қой, енді ол кісіге ешкім тең келмейді. Десе де енді бізде 9 жыл туралы Арыс қаласынан шыққан ақын сазгер ағамыз бар, Ержан Серікбаев деген ағамыз. Ол кісіні енді халық қазір екінші Шамши есебінде танып жатыр. Енді сол ағамыздың бір әнін орындап берейін, қабыл алыңыздар. Асылым менің аяулы айым, ләззат аламын қараған сайын. Жүрегім менің сен үшін соғар, сен үшін ғана тоқтап қалайын. Жүрегім менің сен үшін соғар, сен үшін ғана тоқтап қалайын. Бүкіл әлем құлпырады сен үшін, ән салады бұлбұлдар сен үшін. Жүрегіме жыртынады сен үшін, сен үшін бәрі сен үшін, сен үшін. Қияларға самғадым мен сен үшін, өмірімді арнадым мен сен үшін бәрі сен үшін, сен үшін бәрі сен үшін. Керемет болсын дей алмаймыз, Ол үшін сіз бір поэзия оқуыңыз керек қой. Ортасын бір переник керек па? Бір бөлеміз ортасына. Бәрекелді. Сізді де тыңдайық. Ән мен поэзия екі ұғым бір немес па? Бөліп жарып ала алмайсың да оны? Дұрыс айтасыз, өте орында. Мен сіздікін тыңдайын. Мынау енді жаңа айттым ғой, мынау жаңа өзіңіз айтқандай кино туралы айтып қалдыңыз, комедия жанрында деп. Сол жерде мен айттым енді жылдың байлау рөл дедім ғой жаңа. Сол айтқандай бір студент кезінде жаттаған бір өлеңім бар еді. Болды, әдемі. Сонда неғып берейін енді, поэзиямды оқып берейін. Енді оны көп адам дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Бірақ әйтеуір бұл өлеңнің авторы тараздық ақын апамыз Үміт Битенова деген апа айтамыз. Ал, ендеше тыңдаңыздар. Ол тыңдаймыз. Ебін тауып, кезін тауып, қыздар қайтар сөзін тауып. Жақын барса, батыл болсаң, көңілің кішкене ақын болса, сен сонда қыздардың қалауысың, сұлтанға сен олар балаушы. Жастық шақ берілер бір-ақ рет. Қыздарға ғашық болып қалу үшін, қыздың көркін көріп бір күн, өртенер ғашық болып жүрек шеркін. Кездесуге, жүздесуге, асығасың танысып сіздесуге. Сен сонда жастықтықты жолдан алып, қалмасаң әр сәтті пайдаланып, алтынды жоғалтарың айдан анық. Кейбір қыздар шашып ызғар, тұрады ғой сұп-сұп болып мұздай. Сырты суық, іші жылып, тұрған ұғынсаңшы сері жігіт. Сондықтан қасына бар қарайлама, қыз көңіл ұғарына алаңдамай, қыз деген жігітті бір қараспен бағамдаған екен әсеге. Әдемі ғой. Ай, бәрекелді. Оқығанның өзі басқаша да.
Иә? Иә. Өйс мақтап қойсаңыздар Жоқ, рас, негізі адамға шабыт беретін нәрсе, мынау өнер адамына жаңа біріншіден халықтың рахметі, шабыт осы ғой. Иә, Басқа енді. енді ол мен білмеймін, басқа тағы не бар өзі шабыттандыратын. шабыттандыратын жалпы негізі адамдың көңіл күйі мынау тыңдап отқан адамдардың айтып отқан адамға деген қошеметі ғой негізі. Енді мен осы шапалағы дейсіз. енді осының екінші жағын былай қарап алайын. Кейде қарап айтамыз ғой, мысалы үшін ше, осы нәрсе істеп жатырмыз, бір концерт берейін деп жатырмыз, андан берейін деп жатырмыз десең, білмеймін, неғып бір ой, ол болмайды ғой, ол бүйтеді ғой, ол жаңағыдай Теріс талқылау дейсіз. иә, сондайлар көбейе бастайды да. Ал бірақ оға дейін ешкім шықпайды да. А бірақ тура бір нәрсе бастайын деп жатсаң, ой, ол болмайды ол. Неғып ондай білмеймін. Сендерге де сондай кездесе ме, жоқ әлде бәрі әдемі өтіп кетеді. Мынау айтады ғой негізі болатын іске одан кейін біткен іске сыншыл көп дейді ғой. Сондай Бізде адамның қиялы бөлек та, бірақ істеген ісі бөлек болады. Мысалға адамдар жоқ нәрсені армандаймыз ғой біз. Біз қиялымыз десек те болады ғой негізі, өнер адамдары, қиялмен де келмей ме барлығы? Қиялмен келеді. Дұрыс айтасың. Мен қазір қарап отырмын да, жаңа әлеуметтік жерде де көріп отырмын. Біраз кісілер жаңа сұрақ қойып жатыр да. Неге қанатқа сұрақ қоймайсыңдар деп жатыр ғой. Бұл қанатқа қояйын десем, блогерге қойсам, бұл жаңағыдай формат андай көңіл күй түсіріп жіберіп жатыр да. Сол үшін сен бір көңілді әңгіме айтшы. Бір мынандай қояйық саған. Қазір сен бойдақсың ба, үйленгенсің ба? Айтып сұраққа жауап бермесең де болады. Қазір бойдақпын. Бойдақсың, иә. Өзіңнің өміріңдегі жеңгеміз дейікші, біздер үлкенсің ғой енді. Жеңгеміздің бойында қандай қасиет болу керек сен үшін? Бәрекелді. Қазақы қыздың бойында қандай қасиет болу керек? Жеңгеміз емес, жалпы қазақ қыздарының бойында. Жаңағы ақкөңілді, қарапайымдықты, жаңағы өтірік сөйлемеу, алдамау деген сияқты ше. Түрі сұлу болмаса, жүрегі сұлу деген сияқты бар ғой. Таза немен өтірік айтпайтын сондай болсын деген. Жан дүние сұлу болсын дейсіз ғой. Иә, жан дүние сұлу болсын деймін да. Дұрыс. Сіздікі өзіңіз қалай? Енді бастысы адамгершілігі болса, сосын тәрбиесі жақсы болса, адам сыйлай білсе, ол қалғанның бәрі бола береді ғой. Сіз Біз енді ақ қойғанбыз. енді сіздің бойың, мен жалпы қазақ қыздарынан сұрау. Қазір әлеуметтік желіде көремін мен да. Енді кешірсін, ертең көріп біреу маған ренжіп жатса, түнгі 3-те кейде байқамай кіріп қаламын мен. Сол кезде қыздар балдар демей ақ қойын, бір 50% қыздар 3-те тікелей эфирде отырады да. Мынандай нәрсені көрдім. Мен айтып берейін. Былай жасап жатыр да, тікелей эфирде отыр. Сөйтіп біреуге айтады, Каспийден маған 1000 теңге сал дейді. Салады, анау нөмірін жазып береді. Түнгі 3-те біреудің еркекке звондайды, ана қыз да, өзің ойлашы. Ол үйленіп қоюы мүмкін да. Біреуге звондады, ар шетінде әйелдің дауысы шықты. Енді семья жарып кетуі мүмкін ғой. Семьясын бұзып жіберуі мүмкін. Иә. Ал енді ол сенің ойыңша қазақ қыздарына тән ба мысалы осы нәрсе? Бұл енді үлкен вопрос. Былай айтқанда, Бүйтіп сытылып шығып кетсең. ол жалпы үлкен вопрос. Өйткені бұл вопросқа келетін болсақ, бұл жерде өзіміздің қарагөз қара қыздарымыз бар. Иә, бірақ енді мен жам. Бірақ енді айтып жатырмын да. ол жерде одан өзім былай айтайын. Болды. Айтып отырмын. Жалпы біздің қарагөз қара қыздарымыздың мінезі жаңағы Қанекең айтты ғой, сырты емес, жан дүниесі сұлу болған қалаймыз. Иә. Бізде жан дүниесі, имандылығы, мынау өзінің болашақта барған жан жарының әулетіне, ата-анасына құрметпен қараса, жаңағы өзінің жан жарын жаңағы құрметтеп, мынау менің аяулы жарым ғой, Алла қосқан қосағым ғой деп құрметтейтін болса, одан асқан керемет қыз келіншек болмайды деп ойлаймын. Дұрыс, әдемі. Мен де қосыламын. Мен де үйленіп қалғанмын ғой негізі. Біраз айтайын десем, ертең көреді ренжіп қаламын деп отырмын да негізі. Так, бүйтейікші, мен сұрақ қойғаннан мүмкін бір-біріңізге сұрақтарыңыз бар шығар. Кімде қандай сұрақ бар? Мүмкін маған бар шығар, мүмкін Наксиге бар шығар, мүмкін мен оны емес, ауыстырайық шамалы. Иә, болса қойып сұрақтарыңыз болса қойыңдар. Мен сізге сұрағым бар. Бәрекелді. Бұл мен қасында ұзақ жүргенде бір ана шамына тиіп кеткен бір сұрақты қояйын деп тұр ғой, қой енді. Жоқ, ондай емес негізі. Енді жақында ауылда концерт бердік қой, аралап. Иә, 9 ауылға бердік. Иә, 9 ауылға бердік. Әлі біздің ауылда көп қой, 48 ауыл бар ғой, шәуілгі кіргенде. Енді басты жаңағы мәдениет үйі бар, 9 ауыл бар. Иә.
енді болашақ жоспарыңыз қандай ары қарап? Қазір балдар бәрі қасыңызда ма? Әнші балдар сіздің мысалы? Мен қазір жалпы анау айта өтейін. Өнерде жаңа әнге сөз жазып келе жатқаныма 7 жыл болды да. 70 шақты әнге сөз жазыппын. Содан келе біраз ақындармен де жұмыс жасадым, сазгерлермен де жұмыс жасадым. Сосын жақын уақытта жетекшілікті жасап көрейін дедім. Сағындық деген бір бауырым бар, Сағындық Жақсыбек деген. Сол жігітпен танысып, қазір уақытта 10 әні бар. Бір клипі бар. Сұхбаттарға барған. Менің екеумізде андай қағаз түрінде не жоқ, келісімшарт жоқ. Аға әнілімен келісімшартымыз бар. Кәдімгі аға мен әнілі. Менің алдағы жоспарым соны қолымнан не келеді, соны өсіремін десем, барым сабатырмын. Ал енді мен шынымды айтсам, аудандағы өнерпаздар болып ше, бәріміз бірігіп бір бұдан да жақсы дүние жасағым келеді. Сіздің шынына келген кезде ше. Сол үшін менің қолымнан келмейтін сіздің қолыңыздан келуі мүмкін. Сіздің қолыңыздан бешкеннің қолынан келсе өзгеріс керек деп ойлайсыз ғой. Иә, бір жерде тұрап қалыватқан сияқтымыз да ше. Мен енді былай түсінемін. Әнші, бұрынғы әншілер енді тоймен шектелмейді ғой. Мен басында жаңа Сағындыққа айтқам да. Сағындық, 1 жылға дейін тойға шықпайсың. Осылай айттым, 1 жылға дейін тойға шықпайсың. Таза өнерді көр, одан кейін барып не істейсің. Менің жоспарым сол Сағындықты алға қарап сүйреу. Енді менде Бағдат деген жігіт бар, қазір өзі көріп отырған аяқта. Бірақ енді ол шамалы еркелеу ма, бір бүйтіп келе жатады да жолдан былайға тайып кете салады. Оны қайтып келем. Ол бір кезде сондай болып жатыр қазір. Тоқ неге келемей жатыр, жөнге келемей жатырмыз. Бір жолға түсе алмайды десеңші. Жүгенін дұрыстап салып жүру керек қой. Оны қазір жүген келінбей жатыр ғой. Қазір айтсаң ренжіп қалады ғой. Тәкеңнің өнері мықты. Иә. Ал енді кім Мен Бекбол бауырыма қоймақшы, бір сұрағым бар еді. Бекбол бауырымен ән айтып жүргенін, әндер шығып жатқанын біліп жатырмыз. Бірақ дәл қазіргі таңда өзінің жеке орындауында жеке қоржынында қанша ән бар екенін білмейді екенмін. Әдемі сұрақ. Мен де сөйлеймін. Жалпы енді қазір сайтқа шыққан 5 әнім бар. Енді Алла қаласа тағы да бір басқа бағытта әндер жазып көрсем ба деймін. Дұрыс, әдемі. 5 ән деген ол үлкен нәрсе ғой ол. Былай айтқанда қазір көп әншілер бар. Мысалға кезінде пәленбай әншілер шықты да, бір әнмен шығып алды да, бір хит қылып алды да, жаңа өзіміз айтқандай. Бір хит қылып алды да, кейіннен осым шықпай жаңағы нелігі ұстап жоқ өткендер де бар. Бір ғана бар өмірінде. Бақ қой енді ол. Ал енді қазір бәкең жас өзі. Дәл қазір былай айтқанда енді алдағы біздің Отырар ауданының атын шығаратын нағыз азаматымыз ғой, енді алдымызда өсіп келе жатқан. Құдай қаласа өнерің өрге жүрсін. Рахмет. Ауданымызды елдің алдында биіктен көріне бер, көрсете бер, өзің де көріне бер. Өзің көрінсең, ел көрін, ауыл көрінеді ғой. Главный бірінші өзің көріне. Жалпы енді қазақта айтады ғой, елдің мәртебесін көтеретін осы мәдениет пен спорт саласы дейді. Жаңа Мұрат ағамыз да жақсылап айтып жатыр. Құдай қаласа елдің мәртебесін көтере берейік барлығымыз. Құдай қаласа енді туған жеріміз ғой. Мынау сол үшін да Отырар ауданында қандай мәселен өнерді бойынша егер өзіңе не мүмкіндік болса, қай жағынан бастайтының өнерден мынау Отырар ауданынан шыққан деп көрсетіп, бірден жаңағыдай елдің алдына шығатын бір адамды алып, сол адам қандай еңбек жасап, мысалы үшін біз білмейтін тағы бір нәрселер бар ма деген сияқты өзің ойынан қосатын да. Енді біздің ауданда өздеріңіз білесіздер, Отырар таланттары деген ол жақсы нәрсе. Байқау бар. Құдай қаласа алда болады деп жатыр. Жалпы енді сол менің қолымда болатын болса, сол байқаудан таланттарды іріктей отырып, өздеріңіз секілді ел жер аралап, мүмкін солай бір ізденісте бола жүріп, жаңа бір ізденістер тауып көремін. Дұрыс. Жаңа бір бақыт тауып көремін. Сен сұрақ қайталап қойып жүрсіңіз. Мынандай, сол үшін саған Отырар ауданының өнерін көтеруге мүмкіндік бар да сенде. Қандай нәрседен бастайтын ең? Мысалға менің өзім бастайтын бірінші очередь бізде мынау енді кезінде Қайырхан бабамыз бен Шыңғысхан бабамыз соғысқан жер бар ғой бізде. Отырар төбеміз бар, Отырар қалашығымыз бар. Мына Мұхтар Шаханов атамыздың өзі сол Отырар қалашығы жайлы поэма жазған. Тура сол дүниені алға тартып шықпақшы едім. Бірінші очередь мен соны жарыққа шығарғым келеді.
сол нәрсені өлеңге қосып тұрып, ол нәрсемен мысалға ол жерде мысалға нелер жаңағы өзіңіз айтқандай поэма болсын, өлең болсын, мысалы киноның да кейбір нелерін сол жерлерге барып түсірсек те, мысалға да енді ол менің ойым, енді жалпақ нелерге мят қылмаңыздар. Жоқ, өзің ойыңды сұрап жатырмық қой біз. Өзің ойымыз. Сол жерден бастап дамытсақ, мысалға, одан қала берсе өзіміздің баптардың бабы, арыстан бабымыз бар біздің. Ол енді қандай керемет пәленбай жерден келіп, ел аралап, жерді аралап келіп жатқан кісілер бар ол жерге ниет етіп. Қол жетпей жатқан кісілер де бар ғой. Иә, сондай жерлерімізді бізді ауданымызды биіктету сондай жерлерден алатын мен. Дұрыс, әдемі. Енді көп сөз айттық, не айттық, сұрақтар қойдық. Ән сұраймыз ба? Ән сұраймыз ғой жәнді ойын. Бұлай бүйтейікші. Міндетті түрде. Қазір өзің жан дүниең бір жақсы көріп айтатын қандай ән, мысалы үшін ескілік болсын, жаңалық болсын бір ән. Мен былайша орындап берейін. Көп айтқым келеді. Көп айтқым келетін ба? Мен бір ән бар, қонақ болып келші жүрекке деген. Сол әнді былай орындап берейін. Сөйтейік. Әлі күнге сезбедің бе, сезім жатыр көздерімде, жаратылған жүрегімнің нұрынан. Арнай алам өзге кімге, саған лайық сезімімде, ғашық еттің тек өзіңді бұрыннан. Ғашық едім мен өзіңе бұрыннан. Бөлшегісің жанымның, сені қатты сағындым, қонақ болып келші жүрекке. Бөлшегісің жанымның, сақталасың мәңгі сен есте. Әдемі. Енді сөзі өзгеріске түсіп кетті, режимі. Ең бастысы. Ең бастысы керемет орындау. Иә. Бұл өте орынды болды. Сіз де керемет орындасаңызшы, қазір бір поэзияңыз. Мынау айтады ғой, әшейінде ауыз жаппас, той деген дым таппас деген. Сондай болып тұр мен қазір. Жоқ, ол ештеңе етпейді. Дұрыс айтасың. Менде ол болады. Келесі жолы мүмкін өзіңе арнайы поэзия деген бір сұхбат қойсақшы, мүмкін. Жарты сағатта. Мен ол кезде енді оны дайындап келуге болады, иә, ол кезде болады. Өйткені қазіргі таңда мен бір сұрақ қояйын, мынандай қара. Соңғы рет поэзияны қашан оқыдың? Шынымды айтшы, соңғы рет. Соңғы рет мен поэзияны оқығаным осыдан где-то бір міне 8 мартта әйелдер құттықтадым. Әйелдер қауымы, жалпы Қазақстан бойынша әйелдер қауымын құттықтап әлеуметтік желіге салдым. Одан кейін оқыған жоқпын былай қарай. Боп, ұмытып қалады екенсің. Ол ойда жүртіп күнің айтып жүрмеген екен, ол болады да. Өйткені, мысалға оқығанда андай жаттау емес. Менде мынау андай ғой. Бір адамның андай көңілі бір қаязып, болмаса бір андай не болып, болмаса бір керемет бір сезімде боласың. Енді бұл шабыт, оқуға деген шабыт әр кез әрқилы келеді. Мысалға біреулерде бірдеңені қиялдап сөйтіп жатқан кезде келеді, ал біреулерге бірдеңеге қуанған кезде қуаныштан келеді біреулерге. Ал біреулерге жаңағыдей махаббаттан мұңайып, болмаса жаңағы біреулер отбасылық жағдаймен сондай жерлерге келіп қалады да өлең. Сондай кездерде болмаса, былайша енді жаттай алмаймыз, онан қараймыз да көзімізге ілінген біреуін алып оқимыз. Дұрыс, иә. Ол енді жүректен келетін нәрсе ғой. Сен жаңа айтып жатсың ғой енді, біреулерге мынандай болады. Мен бір нәрсе айтып өтейін. Осыдан 2011 жылы өмірде ана қымбат қой. Анам озды, сол кезде 7 бала, 4 қыздан кейін ең кенжесімен тұп қалта дейді ғой қазақта. Сонда енді жаңағыдай оңай болған жоқ. Сол кезде қарындасым келіп, аға, мен өлең жазбайтын шынымды айтайын да. Сөйтіп наусындай парақтап алып өлең жазып отырмын. Бір күні жинап қап, мынандай. Сөйтіп қарындасым келді, аға, контакты деген әлеуметтік желі бар, соған сап көрсеңізші дейді. Содан мен ақын болып кеттім да. Сөйтіп маған сұрастырып несін айтсам, енді бұл іштегі нәрсені анаңа деген сағынышпен шыққан нәрсе ғой дейді. Сол сияқты нәрсе ғой, енді сен өзіңді айтып отырсың. Әркімге әртүрлі болады. Әркімге әртүрлі. Дұрыс, әдемі. Онда ой қорытындылайық сұхбатта. Кімнен бастаймыз? Бекболдан бастаймыз. Оң қолдан бастаймыз ғой. Қанат ағамыздан бастайық. Үлгеннен. Қандай әсер алдың? Мүмкін қандай алдағы уақытта тағы не қосу керек? Мүмкін ой, білмеймін, өзің ойымда. Сұхбатты қорытындылайық сонымен.
алдағы уақытта енді осы бұл інілеріміз бар, сіздермен ары қарап жоспарларыңызды сол ары қарап дамып ары қарап жолын жалғап кетсе екен деймін. Ана жас сағындық бағдат деген балалар ғой, сол Бекболат сияқты балалар біздің ауылдың несін шығарып деген дейді ғой, жаңағыдай атын шығарып қолдаймын дейсіз ғой. қолдаймын қорытындылай келгенде қолдаймыз. Біз де қолдаймыз енді, Құдай қаласа. Бекбол. Иә, ең әуелі Әскербек аға, сізге рахмет. Осылай қонақ етіп шақырғаныңызға, осылай өнерлі азаматтардың басын қосқаныңызға өте үлкен рахметімді айтқым келеді. Құдай қаласа бастамаңызға сәттілік, барлықтарыңыздың жұмыстарыңыз тек алға бассын деген ниеттемін. Құдай қаласа елім, жерім дейтін, отаным дейтін азаматтар көп болсын. Отанымыздың, ауданымыздың мәдениеті дами берсін деген. Ай, рахмет. Ай, Мұратжан, өзіңе келді. Айналып келдік. Атағамыз қорытындылады. Қосылам дейсізден болмайды, жоқ. Ол бөлек нәрсе. Ал енді Асеке, мынау енді бүгінгі сұхбатқа шақырғаныңызға мың алғыс. Әуел Алладан, одан кейін өзімізден алғыс айтамын. Ал енді бұл дүниені одан қарай дамытуымыз керек. Дұрыс. Бұған енді жалғыз сіз емес, осы өзіңіздің айналаңызда жүрген өнердегі бауырларыңызда қосымша жәрдемдесіп үлкейтсек бір керемет болады. Өйткені бұл дүние арқылы біз өзіміздің ауданымызды танытуымызға да кішігірім болса да, титтей болса да, бұл үлкен көмек болады. Әрине. Өйткені неге? Былай айтады қазақта, әр нәрсені бірінші өзіңнен баста дейді. Жұртқа емес, бірінші өзің сол нәрсені көрсетуге атсалыс, одан кейін барып жұрт өзі сенен көріп үлгі алғызсын дейді. Сол айтқандай, Асеке, сіз өзіңіз бірінші қазір бастап жатсыз. Сіздің бастағаныңызға біз әрдайым қуаныштымыз, қолдау білдіреміз қосымша. Алдағы уақытта сіздің мынау шәуілдір кеші сұхбатыңызды одан да үлкен деңгейде өткізе берейік. Ай, рахмет. Дұрыс, Алла бұйыртса. Енді сөзді қорытындылай келе, Бекбол бауырым бар, Қанат, Мұрат бауырым бар, өнерлерің өрлей берсін. Біз сендерді көріп, қуана берейік, қолдан келгенше жәрдемімізді береміз алдағы уақытта. Енді өстіп отырып, ой қозғап, әзілдесіп жатырмыз, жақсы әңгімелер болып жатыр. Алдағы уақытта осы неміз жаңағы сұхбатымыз үлкейе берсін. Сұхбат барысында арасында қате кеткен жерлеріміз болса, кейде енді болады ғой. Сөз қадір болады, өз қадір болады. Өз қадірімізден бұрын сөз қадірімізді жоғалтып алсақ айып етпейсіздер. Енді бұл біздің жасап жатқан дүниеміз, бұл жердегілер бір кәсіп қой деймін, не дейді өзі? Кәсіп қой емес. Кәсіп ондай емеспіз. Біз мынау отырар Түркістан облысы, отырар ауданы, Шәуілдір ауылының өнерпаздарымыз. Осы ауданымыздың әйтеуір бір кішкентай да болса әлеуметтік желімен таныса екен, осындай бауырларымыз бар екенін көрсе дегеніміз. Алдағы уақытта бұл екінші сұхбат, үшінші сұхбатымызды күтіңіздер. Рахмет баршаңызға. Бүгінгі мынау керемет кештің куәсі болдыңыздар. Бүгінгі кештің аты Шәуілдір кеші. Бұл екінші сұхбатымыз. Бүгін арнайы келген Бекбол бауырымызға және Қанат, Мұрат бауырларымызға рахметімізді айтамыз. Арнайы бүгін қолдау білдіріп, осы ғимаратты бізге берген Елтай Үмбетов ағамызға рахметіміз шексіз. Және де біздің арнайы өзіміздің парақшамыз бар Инстаграм, оны белгілеп кетеміз. Жазылыңыздар, оқыңыздар, ең қызықты дүниелердің бәрі сол жаққа саламыз. Алдағы уақытта бұлдан да үлкен ауқымды дүниелер болады. Бізден, сізден және бір-бірімізден жақын жүрейік. Рахмет.